Сәлем достар, сіздермен миссис Мадина. Біз бүгін ағылшын тілінде ең көп қолданылатын 50 сын есіммен толық танысатын боламыз. Егер дайын болсаңыздар, кеттік. Жалпы сын есім дегеніміз қандай сөз табы? Кез келген заттың, құбылыстың, түрін, түсін, сипатын, қабілетін анықтайтын сөздер сын есім деп аталады. For example, beautiful girl, әдемі қыз. He is tall, оның бойы ұзын. Clever boy, ақылды жігіт. Міне осының барлығы сын есімге жатады. Жалпы ағылшын тілінде өте көп сын есімдер бар. Олар миллиондай, бірақ ең көп қолданылатыны 100 шақты. Бүгін біз сіздермен аз ғана минуттың ішінде 50 сын есіммен толық танысатын боламыз. Bad, нашар, жаман. Her mood is bad today. Оның бүгін настроениесі, көңіл күйі нашар. Big, үлкен. I have got big family. Менің үлкен отбасым бар. Small, кішкентай. Italy is a small country. Италия өте кішкентай мемлекет. New, жаңа. I need a new phone, especially iPhone 13. Маған жаңа телефон керек. Әсіресе iPhone 13. Old, ескі. I broke my old phone. Мен өзімнің ескі телефонымды сындырып алдым. Nice, жақсы, приятный. Have a nice day. Мен саған сәтті, жақсы күн тілеймін. Great, керемет. The weather is great today. Ауа райы бүгін тамаша. Right, дұрыс. It is a right choice. Бұл өте дұрыс шешім. Wrong, қате, дұрыс емес. It is wrong way. Бұл қате жол. Simple, простой, яғни жай. Жайский деп айтамыз ғой сол сияқты. It is a simple question. Бұл өте жай сұрақ. Hot, ыстық. This soup is hot. Бұл суп өте ыстық. Cold, суық. The weather is cold today. Бүгін күн өте суық. Long, ұзын. She has long brown hair. Оның ұзын қоңыр шаштары бар. Expensive, қымбат. This shoes is too expensive for me. Бұл аяқ киім мен үшін сондай қымбат. Expensive, ауыспалы мағынада емес, кәдімгідей қымбат. Именно бағасына байланысты, я? Андай құнды дегенмен шатастырмаңыздар. Expensive, бағасы қымбат. Ал енді expensive сөзіне антоним, яғни қарама-қарсы сөз cheap, арзан. This trip was cheap for us. Бұл trip, яғни Европа, тур по Европе деген сияқты біз үшін өте арзан болды. This trip was too cheap for us. Easy. I have an easy job for you. Менің саған өте оңай жұмысым бар. Easy, оңай. Дәл easy сөзінің қарама-қарсы мағынасы difficult, қиын. This task was so difficult for me. Бұл тапсырма мен үшін сондай қиын болды. Happy, бақытты. They are so happy together. Олар бірге сондай бақытты. Beautiful. Негізі beautiful деп оқылады, бірақ тез айтылған кезде beautiful. Әдемі. She is so beautiful. Ол сондай әдемі. Exciting. Потрясающий, керемет. I have exciting news. Менің саған тамаша жаңалықтарым бар. Boring. Іш пыстырарлық. Her lectures are so boring for me. Оның лекциялары сондай іш пыстырарлық. Funny. Күлкілі. It is such a funny story. Бұл сондай күлкілі оқиға. Smart. Ақылды. He is just 5, but he is so smart. Оның жасы небәрі 5-те, бірақ ол сондай ақылды. Hungry. Аш. I'm still hungry. Мен әлі ашпын. Tired. Tired екі мағынада қолданылады. Шашыраңқы, яғни қатты шаршаған кезде айтасыздар ғой. Сондай шашыраңқы сезініп тұрмын өзімді деген сияқты. Және де шаршадым. I'm so tired. Busy, занятой. Яғни қазақ тілінде қолы бос болмау, бірақ оның қазақ тілінде сын есімі жоқ екен, немесе мен білмейді екенмін. Егер сіз білетін болсаңыз, комментарийге жазып кетіңіз. Қолы бос болмау деген қандай деген сұраққа жауап беру керек? Өзім занятой деп қана аудара алдым, яғни орыс тілінде. Busy, занятой. I'm not busy this Monday. Бұл дүйсенбіде менің қолым бос. Мен занятой емеспін. Little, кішкентай. I have 2 little kids. Менің 2 кішкентай бөпем бар. Light,
жеңіл немесе светлый, ашық түсті дегенді білдіреді. Wear your light jacket. Өзіңнің ашық түсті немесе жеңіл жакетіңді киіп ал. Dark, қараңғы немесе темный. He has dark hair. Оның шаштарының түсі темный, қоңырқай түс деген сияқты. Hard, қиын. It is hard decision. Бұл мен үшін өте қиын мәселе, шешім. Full, толы. This glass is half full. Бұл стакан жартылай толы. Қандай? Жартылай толы. Tall, ұзын. Who is that tall guy? Мынау ұзын жігіт кім ол? Young, жас. This boy is too young for this job. Бұл жұмыс үшін мынау жігіт тым жас қой. Strong, күшті. Көбінесе именно осындай физиологически күшке байланысты айтылады. For example, her boyfriend is too strong. Оның жігіті сондай күшті. Fast, тез. This movie about fast cars. Бұл кино тез, жылдам жүретін машиналар жайлы. Мысалы, там форсаж деген сияқты. Slow, медленный, яғни баяу. Turn on a slow song. Медленный, яғни баяу музыка қоясыздар ма? Көбінесе дискотека, вечер сондай болған кезде соңында айтады ғой. Медляк қойындаршы деген сияқты, сол сияқты. Turn on a slow song. Safe, қауіпсіз, безопасный. Have a safe flight. Мен саған безопасный, қауіпсіз ұшуды тілеймін. Я желаю тебе безопасного полета. Have a safe flight. Осы сөзге антоним қарама-қарсы қауіпті. Dangerous. This snake isn't dangerous. Бұл жылан қауіпті емес. Tasty. Тәтті. I have got a tasty cake. Менің өте тәтті тортым бар. Және осы tasty сөзіне синоним delicious. Дәмді. Kazakh food is so delicious. Қазақша тағамдар сондай тәтті. Әсіресе бешбармақ. Especially бешбармақ. Sweet. Тәтті. Бұл кәдімгі тамаққа да байланысты айтылады тәтті деп, яғни бір торттарға деген сияқты сондай тәтті деп айтылады, және кішкентай балаларға да. What a sweet baby. Сондай тәтті бөпе. Different. Әртүрлі. We live in different cities. Біз әртүрлі қалаларда тұрамыз. Comfortable. Удобный, ыңғайлы. These shoes are so comfortable for us. Бұл аяқ киімдер біз үшін сондай ыңғайлы. Егер осы сын есімдердің барлығын сіз білетін болсаңыз және сөйлемді оңай құрай алсаңыз, ағылшын тілінің 20%-ын сіз уже білесіз. Видео ұнаса, лайк басып, комментарийге міндетті түрде сын есімдерді қолданып сөйлемдер құраңыздар және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған миссис Мадина. Goodbye!